Жүрек өмірдің басты соғысы, әрбір соққы үміт, әрбір сәт күрес. Бірақ кейде кішкентай жүректер әлсіз болып туады. Оларға ерекше қамқорлық пен шеберлік қажет. Балам Сәрсенбек Ринат. Осыдан 3 ай бұрын білгенмін. Жүрегінде тесік бар деді. Сосын Қызылордаға барып түсірдік. Қызылордаға барды бұл кісілер. Консультация алдық. УЗИге түстік. Және де өздері шақырды осы жаққа ота жасатуға. Сосын 3 айдан кейін келдік. Алланың қалауымен біріншіден, екіншіден осы дәрігерлердің, аурухананың ағайларға, апайларға өте рахметімді, алғысымды айтамын. Бүгін бір айтып кететін бір қуанышты жайтымыз бар. Ол біздің қабырғада, біздің клиниканың қабырғасында жаңа қолданған емдеу әдісінің бір түрі мини доступпен, кіші доступпен біз жүрекке операция жасаймыз. Ол қандай айырмашылық бар? Біріншіден традиционный дейді, қалыпты доступқа қараған кезде бұл доступ ешқандай сүйекті жарақаттанбайды. Қабырға арқылы біз кіріп, жүрекке кіріп, сол жақтағы ақауды жөндейміз. Одан кейін қандай жақсы көріністер береді? Біріншіден бізде баланың оңалып тезірек аяққа тұрып кетуіне аз уақыт кетеді. Одан басқа сүйекті біз жарақаттанбағаннан кейін оның күтелуі де тезірек жүреді. Сондықтан да бұл әдіс жаңа әдіс болып саналады бізде. Осындай әдістерді біздің клиниканың қабырғасында көбейтеміз деп болашақта осындай үміт жоспар құрып отырмыз. Медициналық орталығының балалар кардиохирургия орталығы 2004 жылы 7 сәуірде бірінші жүрегінде ақауы бар науқасқа операция жасалған. Сол уақыттан бері бұл біздің балалар кардиохирургия орталығында 10 мыңнан астам науқасқа ота жасалды. Күрделі оталар жасалды. Әлемде шығып жатқан соңғы технологиялардың барлық түрлері енгізіліп келе жатыр. Жылына біз мыңға жуық балаға ота жасаймыз. Осы әлемде жасалып жатқан бүкіл операциялар осы біздің орталықта жасалады. Отделение детской кардиохирургии обеспечивает весь спектр кардиореанимационной службы, который соответствует 4-му республиканскому уровню. В нашем отделении проводятся все виды оперативных вмешательств, которые проводятся именно в детской кардиохирургии с врожденными пороками сердца. Основная задача детской кардиореанимации – это обеспечение круглосуточного гемодинамического наблюдения, мониторинга, стабилизации после кардиохирургических вмешательств оперативно.